Всем привет, қалайсыздар? Менің декреттегі 380 күнім осылай басталды. Завтрак, үй жинау, балаға тамақ беру. Балама тамақ беріп алайын деп тамақ беріп отырсам, мына жақта бірдемен дауыс шығады. Терезеге жақындап барып қарасам, Ай келіншек, әсіп істемейсің ба бізден? Бүгін тағы қайтып маразикке салып қоймақшын ба ерініп? Еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбей. Еңбектің нанын тәтті, жалқаудың жанын тәтті. дос көпті жау алмайды, ақыл көпті дау алмайды. Бауыр қумаш, не деп кеттің? Еңбек туралы, нан туралы мақалайды. Ойбай, қоя тұрыңдаршы дедім, мақалдап жіберді оналар. Әспіресайын деп бастап кеттім. Күнде жалқау болам, ұмытып кетем әйтеуір. Бүгін кірістім. Күрішімді алдын ала езіп алдым, бауырымды өткізіп, фарш салып, тұз салайын деп жатсам. Түу, Мадина, тұз салатын, қант салатын, бұрыш салатын әдемі ыдыстар асай. Мынау не, мына түріміз ескірдік қойын, біз тастасай. Тұра тұршы тұз дедім де. Тұзымды, бұрышымды салып, екі ойым бәрі әсіпте, ертерек пісіріп балдарыма беру болып тұр. 10 жыл болып біз осылай келе жатырық. Үйреніп кеттік уже. Бізге ыдыс бұйырмайды осы. Қоя тұрыңдаршы дедім да бұрыш пен тұзға. Сонымен рецептке қарамай істеп жатқам. Құр бауыр мен фарш тыға салмақшы болып едім. Гуглдан қарасылайыншы, все-таки көрейін деп қарап қалсам, жуа мен сәбіз бар екен рецепте. Масқара. Холодильникті ашып қалсам, хорошо, что бір сәбіз бар екен. Сәбізімді мен сүрткіні өткізім, жуа екеуін осылай араластырып барлығын дайдап қойдым. Жаңағы сайрап тұрған ішектерімді суға салып жібітіп қойғам. Қарасам, жібіп әдем болып тұр екен. Мадина маған жолама, мен қатты жіңішкемін, көріп тұрсың ғой. Қазір абыржисың, ебіл-дебілің шығады. Анаған қара, анаған, шамалы жуандау. Ай, менен жассаң, әсіпті. Пайдамыз істейсің. Маразникте жатқанда не істейміз? Бір күні сасып кетіп мұсырға кеткеннен адамдарға пайдамыз істейсің. Жуан ішек болса, жуан ішек дұрыс шығар деп сықитып фарштарым сала бастадым. Жолдасым кеп, ойбай, мынау немене? Май сыртында тұра ма не? Ішінде тұратын еді ғой деді. Оны тыңдаған жоқпын. Қойш дедім. Әсіп жесеңдер болды ғой дедім. Біз не істедік? Майдың бәрін сыртына шығарып жіберіп. Май деген ішінде тұрмай ма? Ішекті теріс қарап айналдырып салады ғой, мынау қалай Мадина? Алло, Мадина, біз тыңдап тұрсың ба? Айналдырсай біз теріс қарай. Ішекті де жолдасып та тыңдаған жоқпын. Осындай болады дедім. Осылай көргенмен видеода осылай деп қоям, өзімше ешкімге не қылмай. Мен деген суға салдым. Гуглдан дұрыс қарамаған рецепті. Апам деген 40 минут қайнаттым. Масқара. Сөйтсем 25 минут қайнатады екен бұл қасықаны. Осылай көптен алып жібердім. Тесіп жібердім. Ал әсіп қайнап жатыр. Сырты бүдір-бүдір бірдемелер жинап жатыр. Мынау неге что-то не то деп қоям ішімнен. Байғұсты 25 минут емес 40 минут қайнаттым. Масқара. Қалай ойлайсың бұлай? Әсіптің түрі осындай болатын еді. Сыртсыз бүдір-бүдір әсіп көріп педің? Қатырдың. Ештеңені білмеймін, теріс айналдырып салған білмеймін әлі. Сонымен ұрып алдық, ыстықтай бала шағамызбен жеп алдық. Қызым, мама давай видеоға түсіріп алайын сен деп. Жеп атырық, бір жағынан видеоға түсіп бәріне үлгердік. Әсіпті теріс дегенді енем бір күннен кейін келді, сол кезде бірақ білдік қой. Өлгенше семьямызбен күліп алдық. Бүгін оң терісіне айналдырдым, майының бәрі ішінде қалды. Бірақ мынандай ішекті мен бірінші рет көруім. Бұралып қалған ғой. Өйтіп ше. Мына жіңішке ішекті де пайдаланып тастайын деп осындай әсіп жасамайын ба? Сөйтсем ішіндегі майларын үзбегем ғой. Осылай бұралып шықты, бұны деген әрең салым ғой, ебіл-дебілім шықты. Оны енем тойдан келген соң, мамам мынау неге олай шықты десем, күледі. Әй, ішіндегі іш майларын бір әсің бер деп, сонымен тағы бір күліп алдық, қызыққа баттық.